Сәлем достар, менің каналымға қош келдіңіздер. Лайк басып, колокольчик басып, мүмкіндіктер. Мамасы Анара. Бүгінгі біздің видеомыз сары түсті деп аталады. Себебі алдыңғы видеода көбіңіз сары түсті жазған екенсіздер. Сол себепті біз бүгін сары түсті таңдадық. Біз бүгін сары түсті тамақтардың дәмін тататын боламыз. Менің ойыма мынандай келіп тұр. Мысалға йогурт, фрукты, соктан, әр түрлі тамақтың түрінен бір сары заттан. M&M's, точно. Сондай сары тамақтар, чипсы. Точно. Сондайларды аламыз. Қазір Фатима өз таңдайды, мен қасында жүрмін. Сосын үйге барып, дәмін тататын боламыз, е? Я, кеттік. Бірінші M&M's алам дейді. Мына жерде өйткені өңкей тәттілер бар екен. Короче, конфеттерден біз аламыз M&M's. Енді не аласыз? Көрік. Ана жерге барып көрік дейді. Ол простой печенье, Фатима. Міне мынандай печенье ғой. Алмай-ақ қойық. Кеттік ал. Чипсы алуға келе жатырмыз. Сары түс. Ана үлкен ғой, давай кішкентайын аламыз, доча. Кішкентай, мынау екеуі бірдей ма не размері? Қайсы? Екеуінің размері бірдей ақ екен ғой. Бұдан кішісі болмай ма не? Дәу чипсы алмай ақ қойық. Кішкентайын алайық. Не, міне қирата бересің, құрсын. Мә, ала бер. Мінекі екі тамақ алдық. Енді сокқа кеттік, жүр сок аламыз. Міне соктан біз фанта алайық деп келдік. Сап-сары. Жүр оған міне. Жолып алдық, ататым. 3 зат алдық. Енді не аламыз? Йогурт. Давай кеттік, йогурт алайық. Қай жақта йогурт? Қатен, бүткіл жүрт жетті баған ғой. Маған артынан жүті кішкентай қыздар еріп жүр. Жаңа бір қыз еріп жүр. Енді тағы бір қыз еріп баратыр. Не істемекші екен? Фатимамен ойнақсы келді ғой деймін. Тәтең мынаның ішін төл жатта баған ғой. Зу. Үлкендер ұқсап зуылдап жүр. Йогурт таба алмай тұрмыз. Маған мынандай йогурттар ұнайды. Ол розовый, ол қоңыр. А бізге сары керек. Мынау шоколадный. Қазір табам мен. Йогурт жегім келіп тұр еткені. Марш. Тірі йогурт шабдалы деген жатпай ма? Шабдалы, бірақ мынау жасылы көбірақ екенші. Сары керек. Мынаушы. Ваниль деген мынау жататын сияқты. Міне таптым. Жатады ғой, я? Міне. Жата ма? Я. Осын аламыз, короче. Бір йогурт жетеді бізге. Бері екеуін бірақ аласылайын. Ну, ладно, біреу алам. Сары йогурт. Төртеу ол. 4 зат алдық. Мен мороженое жеймін дейді. Құдай, осы қыз бар ғой. Короче, мороженое алмадық. Мына жерде бізге ұнаған мороженое жоқ, дымында. Сонымен алмайтын болдық, е? Жүр басқа нәрсе алайық. Не аламыз енді? Ана тук көріп қойды. Тук вообще жегім келмейді менің. Сен жегің келе ма не? Я. Зеленый лук, қара нандай. Нормально ма? Я. Точно? Көшеден көріп қойып ала салды. Болды онда, осымен жете ма? Банан алайық давай. Сонымен болды, е? Я.
Yogurtumuz var, pеченье, konfet, chipsi, sok bari var. Endi banan alsak fruktuydan. Сонымен болды. Kettik. Banan alayық деп келсек, банан жоқ мына жерде. Сөйтсе, ойбай дейтін ата-тем. Білмейміз енді не аламыз. Не аласыз басқа? Болды ма, шығамыз ба? Жүр кетіп барып жейік та енді отырып алып. Ролтон бар ғой сары түстен, бірақ ролтон алғым кеп тұрған жоқ. Кешке дейін челлендждерде ролтон жейміз сап-сары деп. Бұл жол қоша алмай қойық. Осы да жетеді деп ойлаймын енді. Короче, алдық қазір үйге барып көрсетеміз. Ата-тем, как всегда, жолда бір нәрсе жеу керек бар ғой. Қолда самокат, еще чипсы жеп тұр. Нормально, е? Келдік үйге. Мінеки, біз алған сары тамақтарымыздың бәрін алып келдік. Фанта, тук, M&M's, йогурт, чипсы. Бәрі жатады ғой, е? Қалай ойлайсыздар? Енді йогуртты жатпайды деулеріңіз мүмкін, бірақ қараңыздар. Іші де сары екен, қазір көрсетеміз. Сондықтан жатады деп ойлаймын, е? Давайте енді біз ашып не істейміз? Ашып жейміз. Давай. Фатима міне мына чипсыйдың жеткенге дейін жартысын жеп қойған. Мен чипсы жей тұрам, сен M&M'сіңді ашып, мынандай өзі посуда алып келді. Осыған сары. Открывается, мам. Чипсы кейінгі кезде ұнамай жүр маған. Парень бар? Чипсы жеп болдым. Мінеке, қаз тоқта берем. Мінеке, әр түрлі түсте. Әдейі прозрачный өтіс алып келдік, жүйгі. Фантада негізі Фатимада аллергия бар. Өйткені цитрустан аллергия. Бірақ алдыңғы ішіп көрекші деп бір ішіп көрген кезде аллергия болмады. Сол үшін Фатима тағы да ішіп көргісі келіп тұр. Осындай іше, сен азақ іше. Маған мынандай көбірек ішуге болады. Менде аллергия жоқ қой. Мен іше беремін ғой. Так, бәрін ашып алайық, е? Енді тук ашайын. Мен сен ашасың ба тук? Да. Давай, аша аласың ғой. Мен живой йогурт ашайын. Мінеке қараңыздар, аты живой... живой йогурт емес екен. Творожок екен. Іші сап-сары. Мінеке. Ура! Жатады екен, е, балалар? Жатады сарыға. Тоже ашып қойдың ба? Да, мен де ашып қойдым. Он выкраснулся. А? Выкраснулся. Ашып. Так, туғымызды мінеке ойбай, қандай қылып ашып тастағасың қызым ол. Мінеке туғымыз. Давай, қайсысын жегің келеді? Жей бер, мә қасық. Мен йогурттан бастағым келіпті. Жеп көруіңіз керек қой, Фатима, бәрін. Давай сен кішкенесін же, онда қалғанын мен жеймін. Бисмилля. Бисмилля. Ас болсын. Творожный ғой, короче. Вкусно. Вкусно же? Біздің үйде йогурт Мұхаммеджан ғана жейді. Болды ма сен өзің M&M'сіңді алдыңа. Фатимаға M&M'с ұнайды. Жей ғой.
Күнәма. Мне только нужно пить, мне только нужно вот это и вот это кушать. Өзің білесің. Я могу кушать. О, макал. Әмемдемсің, ұнамайды. Махаммад. Ұнамайды. Слишком тәтті. Эй, как ты хочешь? Сары светтің бәрі слишком тәтті екен. Негізі чипсы ұнамай кетеді, қайтадан ұнап қалды. Мен только шпион. Шо? Нормально, Кия. Жоқ па, Кия? Ше сап аллергия шықпайды ғой. Бұның арқасына шығады аллергия сразу. Қышып. Пока кішміш жатыр. Алдында не қылмады ғой, шықпады ғой аллергия, Фатима. Ja, маған кішміш жатыр. Не шешется, мам? Сары цвет прямандай. Әдемі, еще күшті екен, е? Сіздерге рахмет осы сары түсті таңдағандарыңыз үшін. Почти 80% сары түсті таңдапсыздар. Енді қандай түсті таңдайсыздар? Комментарияға жазыңыздар. Қайсысы көп болады? Сол түске түсіретін боламыз. Розовый бар, сары бар, қараны түсірдік. Сіздермен бірге қарадым, таппай келіп қалдым да. Енді қандай түс таңдайсыздар? Қызыл, жасыл, көк, тағандай бар. Көп қой түстер. Бирюзовый. Түстер көп қой, соны сіздер жазыңыздар. Біз Фатима екеуміз барып алып келеміз осыны. Германия? Түк жесе, маған түк ұнамайды. Көп нәрсе ұнамай қапты что-то. Бұрын түкті ұнай беретін еді, қазір түк ұнамай қалды. Махандай. Мен лучше йогурт жейінші, ренжімесеңіздер. Түк, чипсы, дымға пайдасы жоқ. Челлендж болған кейін жеп отырмын деп па. Сіздердің көңілдеріңіз үшін жеп отырмыз. Өйткені сары түсті таңдадыңыздар, сосын сары түстен іздеп жүріп тапқанымыз ғой. Банан таппай қойдық, магазинде банан жоқ қой. Әшейінде толып, жашық болып тұратын. Банан таппай қалдық. Әйтсе, банан болғанда вообще күшті болатын еді. Не қып шоколад тамағамыз, ей? Әмімді салып бізде шоколад тамақпыз ғой. Оранжевый шоколад пайма вообще? Натс бет бар емес па, е, балалар? Мама не? Натс деген бар ғой. Оранжевый емес, сары десе. Натс ба, сондай бар. Бірақ натс онша ұнамайды. Бірақ ол кратватный. Оланда шоколад жегенде болмаймын мен оны. Я, неде кратватный. Да? Чипсыға тойған шарсы, жеткенше жеп келді ғой. Я только... Каждый челленджде бір нәрсе жеп келеді ғой. Әйтеуір бір нәрсе жеп келеді. Мыналардың ішінде ең күшті ұнаған саған қайсысы? Я не могу найти. Правильно, Саба. Бәрі ұнаған жоқ қой. Йогурт қана ұнамады Фатимаға. Маған наоборот йогурт ұнады. Что еще нужно? Түк ұнамады. Үмімдеміз даже жемедім, жеп көрейін жарайды. Еще сары цвет қапты бір штук. Жоқ, мам, не? Так, какой? Оранжевый ғой. Күшті, ұнады. Ну, надо попробовать. Надо белый. Тек түк қана ұнамады маған, қалғанының бәрі ұнады. Мама, маған йогурт ұнамады, ұнамады, потому что вкус слишком далеко. Бәрі ұнады да, получается. Бірақ Йогурт қана ұнамады. Я тақтына. Сіздерге мынаның ішінде қайсысы ұнамайды, қайсының дәмі ұнамайды? Я возьму. Комментарийға жазып кетіңіздер.
Лайк басыр, колокольчик. Шықпайдым уже сенсіз. Лайк басыр, колокольчик басыр. Мен қонақта болды. Анара Тұрсынжан қызы. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.